Жалпы тағы да айналып келіп жеке тұлғаның өзіне тіреледі. Ол кісі барады сайтқа, ключті салады, өзі фотоға түседі, видео фиксация жасайды, фото фиксация жасайды, онсыз қол таңба қойылмайды электрондық. Оның бәріне әрқайсысында жеке тұлғаның өзі жүреді. ИНПФ-тен ақша алған кезде де, ИНПФ-тен ақшаны отбасы банкке аударған кезде, отбасыдан стоматологияға аударған кезде. Бұл жерде қылмыскер қалай тіс емханасы болып отыр сұрақ. Осы сұраққа нақты жауап бере аласыздар ма, бере алмайсыздар ма? Сол екіншіден қылмыстың құрамын нақты анықтау бұл жерде қажет. Қандай қылмыстың құрамы бар? Алаяқтыққа да жатпайды, хищениеге де жатпайды, заңсыз кәсіпкерлік дейді, оған да жатпайды. Қай нәрсеге де өздеріңіз енді ДР дейді, мына қылмыстық істі қозғап отқан сол ДР-дің енді өзінің бағалы осы сұрағыма жауап берсеңіздер, жәбірленуші деп ИНПФ-ті қалай танудыңыздар? Онда ондай қаражат қайдан болды, қайдан пайда болды? Оны анықтау қажет деп есептеймін. Неге десең, қазір мен бір қолымда бір затты жоғалтып алсам, барып арыздансам, менің бір затымды ұрлап кетсе, мен ол затты барып арыздансам, сенде ол зат қайдан пайда болды? Менен құжатын сұрайды. Құжатым болмаса, оны сенікі екенін дәлелдейтін куәгер бар ма деп, оны да сынайды. Ал осы сұрақтың бәрін айналып келгенде, сондай сұрақ жәбірленушіге қойылды ма? Жәбірленуші ол ақшаны қайдан, ол қалай берілді, ол ақша қайдан пайда болған ақша совсем, соны анықталды ма тергеу кезінде? Екіншіден, ол енді қылмыскер деп тіс емханасын танып отырсыздар. Тіс емханасы қылмыскер болатын болса, ол бүткіл сайтта жұмыс жасап отқан, ИНПФ-те сол ақшаны аударып беріп отқан ішіндегі өкілдері, немесе сол сайтты шығарған адамды мүмкін қылмысқа тарту керек шығар, базаны ойлап тапқан адамға. Кейін соның бәрі через база арқылы кетіп жатыр. Ол базаны жеке тұлға өзінің электрондық ключімен ғана басқара алады. Өйткені ол сон арқылы, немесе қазір ақылы қызметпен сондай қызметтерді, соның жұмыстарын атқаратын қызметкерлер бар, ИП бар, жеке кәсіпкерлер бар. Олар енді өзінің бағаларын қояды. Ключ аштырсаң да, не аштырсаң да, бір нәрсеге құжат салу керек болатын болса, соларға жүгінесің. Олардың өзінің әрқайсының бағалары бар. Олар енді өздерінің жеке кәсіпкер болғасын отчетін уақытында тапсырып, салығын уақытында төлеп отыр. Мен енді бір түсінбейтінім сол, бір халыққа бұл қозғалған қылмыстық істе жәбірленуші ретінде ИНПФ-ті қалай танып отырсыздар? Соны халықтың алдында бір өздеріңіз жауап берсеңіздер, ол жәбірленуші қалай болады? Егер халықтың ақшасы болып, халықтың өзі стоматологияға аударып отырса, ол жерде стоматология тікелей барып ИНПФ-тен ақшасын ала алмайды. Ол екінің бірі алатын болса, ол кез келген мекеме барып ИНПФ-тен ақшаны алып кету әбден мүмкін. Оны өздеріңе мәлім. Егер ондай болатын болса, бұл жерде енді бәрі сол жеке адамның өзінің электрондық ключі арқылы, ол ИНПФ-тен қойған кезде, ол жерде де өзінің несі бар, ережелері бар, келісім шарттары бар. Келісім шартта онда нақты көрсетілген. Егер стоматология
аударылып стоматологияға ақша түскеннен кейін тісіңізді емдетпейтін болсаңыз, ол ақшаны өз қолымен НФП-ге қайта тапсыру қажет екені көрсетілген. Бұл жерде стоматология НФП-ге ақшаны кері қайтып аудара алмайды да. Ол сол күйі қалады, өйткені ол жеке адамның НФП-не ол қол сұға алмайды. Отбасы банкіге де сол. Отбасы банкіде арнайы есеп шот дейді. Арнайы есеп шотта ол ешкімде есеп шотына тиісе алмайды, өйткені ол мемлекетіміздің бір сондай бір жақсы бір шарт қойған банкі. Онда енді ешқандай не жоқ. Оның бәрі де сол әр жеке тұлғаның өзінің басқарумен жасалатын нәрсе. Ал осы сұрақты қалай сендер жәбірленуші деп НФП-ті тану